8-ші тарау. Жолақ жон кит. Капитан Гуль кит аулау ісінде тәжірибесі мол аңшы еді. Ол осы жолғы сапарын қайырлы болады деп болжаған жоқ. Жолақ жон китті аулау оңай емес. Сақтану шараларының нендей түрі болса да артық емес. Капитан Гуль керекті шаралардың бірде-бірін қалдырмай түгел қамтитынды. Ең алдымен ол рульшіге китке ық жағынан бар деп бұйырды. Ондағы ойы аңшының жақындағанын кит сезбесін деген. Говик қайықты кит жүзіп жүрген қызыл алаңның жиегін орай жүргізді. Сөйтіп жел жақтағы аңшылар енді киттің ық жағына өтулері керек болды. Боцман тәжірибесі мол қарт теңізші және ерекше салқынқанды адам еді. Капитан Гуль рульшіге толық сенуге болатынын білетінді. Өйткені ол шешуші кезеңдерде асып-саспай және керекті маневрді тез де дәл орындайтын. «Говик», деді капитан Гуль, «жолақ жонда абайсызда бас салып көрейік. Гарпун атуға болатын шамаға білдірмей жетуге тырысып бақ». «Құп болады, капитан», деді Говик. «Егер қызыл алаңды жиектей жүрсек, өне бойы желге қарсы жүземіз». «Дұрыс», деді капитан. Матростарға қарап, «Жігіттер, шалпылдатпай есіңдер», деп үстеді ол. Ескектер суға ақырын ғана сүңги берді. Боцман қайықты шебер басқара отырып, шаянсымақтардың қызыл алаңына жеткізді. Оң жақтағы ескек әлі де болса көгілдір тартқан мөлдір суға батып келе жатқанда, сол жақ ескектен қан сияқты қызғылт сұйықша тамып жатты. «Әрі шарап, әрі су», деді матростардың бірі. Деп жауап қатты капитан Гуль. «Бірақ бұл су болып сусыныңды қандырмайды, шарап болып мас қылмайды. Қане достарым, енді әңгімені доғарыңдар». Қайықтың жылжуы май бетінде жүзгендей шылп етіп дыбыс шықпайды. Жолақ жонда да түк қимыл жоқ. Келе жатқан кішкене қайықты елемеген сияқты. Қайықтың алыстан орағытып иен жасай пилигримнен ұзап кеткенін жоғарыда айтып өттік. Ескектер сілтенген сайын кеменің қарасы кішіреген үстіне кішірейе берді. Теңіз бетіндегі заттардың бәрі ұзаған сайын әдеттегі көлемінен бірте-бірте кішірейіп көрінеді. Бұл көрініс төңкеріп көрсететін подзор дүрбіден қараған сияқты адамдарға біртүрлі әсер береді. Бұл сияқты көз алдану ұшы-қиыры жоқ шалқып жатқан теңіз бетіндегі алыстап бара жатқан заттың көлемін ешбір затпен салыстыруға болмайтындығын дәлелдейді. Қазір де дәл осы жағдай еді. Пилигримнің қарасы минут сайын кішірейе берді. Қайықтағыларға пилигрим қалған жерінен анағұрлым алыста тұрған сияқты боп көрінді. Капитан Гуль мен оның жолдастары кемеден кеткен соң, жарты сағаттан кейін қайық китті айналып өтті. Кит енді пилигрим мен қайықтың арасында, жел жақта тұр. Жолақ жонға жақындай түсетін мезгіл жетті. Бірақ дыбыс шығармай бару керек. Кит аулаушылар кейде тақалып барып гарпунды тіптен жақыннан ататын уақыттары да болады. «Жігіттер, ақырын», деп капитан Гуль ескекшілерге сыбырлап қана команда берді. «Мына балық әлденгені сезген сияқты-ау деймін», деді Говик. «Оның нақ қазіргі дем алған шуылы бұрынғысындай емес». «Ақырын деп қайталады капитан Гуль. 5 минуттан соң аңшылар мен киттің арасы болғаны бірақ кабельтов қалды. Боцман Говик кармода тік тұрған күйі қайықты киттің сол жақ бүйіріне қарай туралады. Бірақ оның қатерлі құйрығынан бір шама қашық болуға тырысты. Капитан Гуль қайықтың тұмсығында тұрып, құлап кетпеу үшін аяғын алшағырақ тіреп, қолына гарпун алды. 5 шумақсым арқанның бір шумағы капитанның жанындағы ағаш желекте жатыр. Арқанның бір ұшы гарпун сабына нық байланған. Егер кит тереңге сүңгейтін болса, арқандарды бірінен соң бірін кідіріссіз жалғай беру үшін қалған 4 шумақ арқанда аяғының астында оңайда жатқан. «Әзірленіңдер», деп сыбырлады капитан. «Құп болады, капитан», деді Говик руль ескекті тірей ұстап. «Жақында». Боцман капитанның айтқанын орындап, қайықты жолақ жонға қапталдата түсті. Қайық пен киттің арасы енді 10 фут. Кит қозғалған жоқ, ұйықтап жатыр екен. Китті ұйықтап жатқанында шанышқылау аңшыға аса қолайлы болады. Кейде бір ұрғанда-ақ киттің жұмысын бітіреді. «Ғажап», деп ойлады капитан Гуль. «Бұл қу ұйықтап жата қойды ма екен?» «Жоқ, мұнда басқа бір мән бар». Бұл пікір боцман Говиктің де ойында елестеген еді. Ол киттің арғы жақ қабырғасын көруге әрекеттенді. Бірақ қаншама қадалып қараса да көре алмай-ақ қойды. Ойланып тұратын уақыт жоқ, әрекет ететін мезгіл жетті. Капитан Гуль гарпунды ортан белінен ұстап жоғары көтерген күйі көздеп тұрып бірнеше рет толғады да керіле беріп жолақ жонға туралап бар пәрменімен сілтеп кеп жіберді. Кейін деп айқайлады капитан сол сәтте. Матростар ескекті еңкейе сермеп жаралы хайуанның құйрығына
қайықты соқтырмай аулаға кетуге жанталасты. Осы сәтте Жолақ Жонның ұзақ уақыт қимылдамай жатуының құпия сырын боцманның айқайы анықтады. «Баласы бар екен ғой!» деп дауыстады Говик. Жараланған ана кит жиырыла түсіп ырши жөнелді. Осы сәтте оның баласын теңізшілер де көріп қалды. Кит баласын емізіп жатқанда оған гарпун қадалған екен. Киттің баласы қасында болса, оны аулау өте қауіпті екенін капитан Гуль жақсы білетінді. Ана кит өзін ғана қорғай қоймай, кішкентайын да қорғауы керек. Сондықтан оның ызасы өрши түсетінінде сөз жоқ. Кит баласының ұзындығы 6 метрден астам келеді. Олай болса, кит баласын кішкентай деп атауға сияр ма екен? Әйтсе де жағдай капитан Гульдің қауіптенгеніндей емес, керісінше болды. Жолақ Жон бірден қайыққа ұмтылмады. Ызаланған киттен қашып құтылу үшін кей кездерде гарпунға байланған арқанды қиып жібереді. Бұл арада олай етудің де қажеттігі болмады. Жолақ Жон бірден тереңге сүңгіп, сосын атылып үске шықты да пәрменімен зымырап жүзе жөнелді. Оның соңынан баласы да ере кетті. Капитан Гуль мен боцман Говик кит суға сүңгенгенше жамалап, лайықты бағасында мөлшерлеп үлгерген еді. Бұл Жолақ Жон кит ұзындығы 25 метр шамасы келетін орасан ірі хайуан екен. Оның сары қоңыр терісі қара отқан теңбілдермен шұбарланған. Істің басы сәтті болды. Ендігі жерде бұл сияқты мол олжадан бас тартып құр алақан қалу әрине өкінішті болар еді. Аңшылар китке ілесіп кете берді. Ескегі көтерілген қайық толқынды сүйкей атылған оқша зымырады. Жаралы хайуан аласұрып бір олай, бір бұлай бұлтарса да, Говик қайықты киттің ізіне салудан жаңылмады. Капитан Гуль олжадан көз айырмай, «Байқа Говик, байқа Говик» деп үздіксіз айқайлаумен болды. Бірақ боцман оның ескертуінсіз ақ сақтануда еді. Қайық киттен гөрі бәсең жүзіп келе жатты. Ал сым арқанның тарқатылуы соншалықты тез. Қайықтың қапталына асылған сым арқан өзінен өзі тұтанып жанып кете ме деп қауіптенді капитан. Сондықтан ол арқан салынған астауға жалма-жан су толтырды. Жолақ Жонның тоқтайын деген немесе жүрісін бәсеңдетейін деген ой жоқ сияқты. Капитан Гуль екінші арқанды жалғады. Бірақ бұл арқан да көпке жетпей ақ таусылып қалды. 5 минуттан соң арқанның үшіншісін де жалғауға тура келді. О да тезінен суға батып жоқ болды. Жолақ Жон судың түбіне батып бұрынғысынша алға қарай зымырай берді. Шамасы, гарпун оның жанды жерінен қадалмаса керек. Арқанның төмен қарай тұңқиғанына қарағанда, кит су бетіне шығуды ойламайтын тәрізді. Керісінше, тереңдеп бара жатыр десе де боларлық еді. «Пері соқсын!» деп айқайлады капитан Гуль. «Мына оңбаған арқанның бесеуінде жұтатын болды-ау. Бізді пилигримнен алыстатып кетті» деп үстеді боцман Говик. «Дегенмен, бұл қарғыс атқан демалу үшін су бетіне шығу керек», деді капитан. «Кит балық емес қой. Адамға ауа қандай керек болса, оған да соншалықты қажет. Ол шапшаң жүзу үшін демін ішіне тартып барады», деп күлді матростардың бірі. Шынында да, арқанның тарқалу тездігі алғашқы қарқыннан әлі де кемеген жоқты. Көп кешікпей үшінші арқанға төртінші шумақ жалғанды. Киттен түсетін пайдадан өзіне тиетін үлесті ойша есептеп қойған матростар енді торға бастады. «Мына қарғыс атқан хайуандай!» деп күбірледі капитан Гуль. «Мұндайды өзім өз болғалы көрген емен». Ақырында 5-ші шумақ арқанды да жалғау керек болды. Бұл арқанның жарымына жуығы тарқатылған кезде шертіле тартылған арқан бірден босап кетті. «Ура!» деп айқайлады капитан Гуль. «Арқан іркіліп қалды. Демек Жолақ Жон болдырды деген сөз». Осы кезде қайық пилигримнен 5 миль қашықтап кеткенді. Капитан Гуль багордың сабына вымпел байлап жоғары көтеріп пилигримге жақында деп белгі берді. Көз ашып жұмғанша болған жоқ. Пилигрим желкенінің желге кернеліп, Рейдің желге қарсы бұрылғанын байқады капитан. Дик Сент бұл маневрді Томның және басқа негрлердің жәрдемі арқасында тезде дәл істеді. Бірақ жел өте әлсіз еді. Баяу ғана соққан болды да ізінше басылып қалды. Бұл жағдайда пилигримнің қайыққа жетуі тым ақ қиын. Сол арада капитан Гульдің болжағанындай Жолақ Жон демалғалы теңіз бетіне шықты. Бүйіріне қадалған гарпун сол қалпы сорайып тұр. Жаралы хайуан су бетіне шығып бірсыпыра уақыт қимылдамай сұлық жатты. Жара ашуымен жан ұшыра қашқан уақытта қалып қойған баласын күтіп жатса керек. Капитан ескекшілерге есіңдер деп бұйырды. Қайық көп кешікпей Жолақ Жонға тағы жақындады. Капитанның бұйрығымен 2 матрос ескектерін қойып, жаралы китті шанышқылап өлтіру үшін қолдарына ұзын сапты сүңгі алды. Говик сақтанып әзір тұрды. Бұл өте қауіпті минут еді. Өйткені киттің бұларға тап беруі ықтимал. Сол сәтте қайықты қатерлі жағдайдан тез алыстатып әкетуге дайын тұрулары керек. «Әзірленіңдер!» деп айқайлады капитан Гуль. «Дәлелдеп көздеңдер, жігіттер. Қапы жібермей ұрыңдар.
Говик, сен дайынбысың? Мен дайынмын ғой, капитан, деп жауап қатты боцман. Бірақ есі кеткен сүргіннен кейін мына қарғыс атқан Жолақжонның су бетінде бөрене құсап қимылсыз жатуы мені таңдандырып тұр. Мен де күмәнданып тұрмын. Сақтану керек. Дегенмен әрекет етпей тастап кетуге болмайды ғой. Ілгері бас. Капитан Гульдің қаны қайнап ызасы келді. Қайық китке жақындады. Ал ол болса бұрынғысынша тапжылмастан бір орында әлі жатыр. Баласы да көрінбейді. Жолақжон құйрық қанатын сермеп жіберіп 30 футтай ілгері жүзіп кетті. Ол тағы қашқалы бара жатыр ма? Ұшы қиыры жоқ сүргін тағы басталатын болар ма? Сақтаныңдар, деп айқайлады капитан Гуль. Жолақжон екпінімен келіп бізге шабады. Бұра бер қайықты, Говик, бұра бер. Шынында да Жолақжон қайыққа қарай бұрылып алды да бар күшін сала қанаттарымен су сабалап адамдарға қарай тұра ұмтылды. Боцман киттің келе жатқан маңдай алдын дәл байқады да бір жақ шетке жанталаса жалтарды. Екпіндеп келе жатқан кит қайыққа соқпай өтіп кетті. Капитан Гуль мен екі матрос киттің жанай өткен кезеңін пайдаланып, оның бүйіріне сүңгі салып үлгерді. Жолақжон бірнеше фут ұзап барып тоқтағанда, қан аралас екі фонтан тіп-тіке аспанға шапшып жатты. Кит бұрыла салып тағы да қайыққа қарай ұмтылды. Ызаланған алыптың жолында тұрып, ажал қармағына ілінбеу үшін асқан ерлік керек болды. Сөйтіп, Говик қайықты китке соққызбай тағы да бір шақ жетке қарай бұрып үлгерді. Жолақжон қайықты жанай өткен мезетте аңшылар оған тағы да 3 жерінен ойсырата жара салды. Кит өзінің сұмдық күшті құйрығымен суды пәрменінше қойып жібергенде теңіз бетінде таудай толқын пайда болды. Қайық аударылмай шақ қалды. Жоталанған толқын борттан асып ішке құйылған су қайықтың ортан белінен келді. «Шелек әкел, шелек!» деп айқайлады капитан. Матростар ескекті тастай беріп жандарын сала қайықтағы суды төгіп жатыр. Осы арада капитан Гуль гарпунға байланған арқанды қиып жіберді. Өйткені бұдан былай арқанның пайдасы жоқты. Жара ашуы жанға батып, есі кеткен хайуан бұдан былай қашуды қойған еді. Адамдарға енді кит өз кезегімен шабуыл жасай берді. Оның өлім аласы өте үрейлі болды. Жолақжон қайыққа қарай 3-ші рет бұрылды. Бірақ ішіне су толып ауырлаған қайық жүрісін маңдыта алмады. Енді не кейін қашуға, немесе шабуыл жасаған киттің маңдай алдынан бір жақ шетке жалтарып кетуге мүмкіндік болмады. Матростар қаншама күш салып ессе де, Жолақжон қанатын бірнеше сермесе болғаны қайыққа жететіні сөзсіз. Ендігі жерде шабуылды қойып бас сауғалау керек. Капитан Гуль бұл жағдайды жақсы ұқты. Киттің 3-ші шабуылында боцман Говик қайықты Жолақжоннан сәл алыстатуға ғана шамасы келді. Бірақ алыптан құтыла алмады. Жолақжон қайықты арқа қанатымен қағып өтті. Оның қатты соққаны сонша, қайық басқарып тікесінен тұрған Говик ұшып түсті. Киттің бұл жолғы соғуы 3 найзагердің дәл деп көздеуіне кедергі болып, атқан сүңгірлерін тигізе алмады. «Говик! Говик!» деп айқайлады капитан Гуль, өзі аяғын зорға басып тұрып. «Мен мұндамын, капитан!» деп боцман жауап қатты да, жатқан жерінен ұшып тұрып өз орнына қайта барды. Бірақ боцманның қолындағы руль ескек қақ ортасынан омырылып қалған еді. Ол үндеместен қолында қалған ескектің сынығын көрсетті. «Басқасын ал, құп болады!» Осы сәтте қайық маңынан су үйірілгендей болды да, теңіз бетінде киттің баласы көрінді. Жолақжон баласын көре сала, оған қарай бар пәрменімен жүзе жөнелді. Жолақжон енді қазірден бастап баласы үшін де, өзі үшін де арпалысуға тиіс. Ендігі арпалыс өте-мөте күшті болмақ. Капитан Пилигрим жаққа көз тастап, багорге байланған вымпелді көтеріп жанталасса бұлғай берді. Диксент капитан Гульдің алғашқы берген белгісін көрісімен-ақ қолынан келгеннің бәрін істеп үлгерген болатын. Бірақ аңшылардың ажалына қарамай, кеменің жүрісін тездетерлік басқа түрлі лаз жоқ. Дик енді не істеуі керек? Тағы бір қайықты суға түсіріп, негрлердің жәрдемімен тезінен капитанға жәрдемге жетуі керек пе? Бірақ ескек есіп қайықпен оларға жету үшін кемінде 1 сағат уақыт керек. Суға қайық түсіріп, жолдастарына жәрдемге барайын десе, ненде жағдай болса да, кемені тастап кетуші болма деп, жасөспірімнің кемеден кетуіне капитанның өзі тыйым салып кеткен. Сонда да болса Диксент кармодағы қайықты суға түсіріп кеменің артына тіркеді. Ондағы ойы, егер қажетті жағдай бола қалса, апатқа ұшыраған адамдар пайдаланар деген еді. Осы уақытта Жолақжон баласын денесімен қалқалап, тіп-тіке аңшыларға қарай тағы ұмтылды. «Сақтан, Говик!» деп капитан Гуль ақырғы рет айқайлады. Бірақ рульші құралсыз қалған еді. Ұзын сапты руль ескектің орнына. Оның жұмсайтыны кәдімгі қысқа сапты ескек.
онымен тез маневр жасау мүмкін емес. Ол қайықты бұруға әрекеттенді, бірақ мұнысы жүзеге аспады. Матростар өздерінің апат болатындарына көздері жетті. Барлығы түк тұрып, шулап қоя берді. Мүмкін бұлардың дауысы пилигримдегілерге жететін де болар. Кит құйрығының кереметтей күшпен соғылған екпіні қайықты шүйіріп аспанға атып жіберді. Қайық үшке бөлініп, кит құйрығының екпінімен пайда болған иірімге келіп түсті. Матростардың бәрі жараланды. Сонда да болса ол бейшаралардың су бетінде қалқып, уақытша жан сақтай тұрарлық әлдері барды. Боцман Говиктің қайық сынығына жармасып, оған капитан Гульдің жәрдемдесіп жүргенін пилигримдегілер көріп тұрды. Бірақ кит ақырғы рет жиырыла түсіп, құйрығымен су сабалады. Құйынша үйірілген толқын бірнеше минутқа созылып, шашыраған су мен көбіктен басқа еш нәрсе көрінбей кетті. Дик Сент-Негрлерді қайыққа мінгізіп, апат болғандарға жәрдем еткелі жөнелді. Аңшылардан тірі қалған ешкім жоқ. Су бетінде қанмен боялған қайықтың сынықтары ғана қалқып жүрген.